осы 3 жыл уже болды келін болып жүргеніме ешқашан қамыр жайғызбапты, ешқашан. Сенде бәкеге қиын болады деп тұрмын. Сол үшін На войне все хороши. Кәдімгі қып-қызыл болып и зылдайды деп. Қол күресіп көрейік. Бәріне мен жанымды өлім астым қуаны сәл отбасымның қамы қайтам Біз Ақсеңгір ауылынан 3 отбасыны таңдап, оларға 30 қой және 2 ангус сиырын бердік. Жоба соңында қойдың санын көбейткен және сиырдың салмағын өсірген отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Құнар плюс реалити шоуның финалына шақырамыз. Көшпенділер мәдениетінің атмосферасына толы ерекше фестивальге келіңіз. Алматының дәл жүрегінде жас қазақ артистерінің әуені мен көрнекті этно ойындар арқылы қазақ дәстүрлерінің рухын сезініңіз. Сізді Құнар плюс жеңімпаздарын марапаттау рәсімі, реалити шоу қатысушылармен кездесу, Step Songs, Аяу, әлем топтарының өнер көрсетуі, 1 сағаттық көшпенділер ойыны шоу бағдарламасы, 10-нан астам интерактивті қазақ ұлттық ойындары, 500-ден астам сыйлық ойнатылатын ұтыс, үздік қазақ ұлттық киіміне арналған байқау, диджейлердің музыкалық сүйемелдеуі, жәрмеңке аймағы, ұлттық тағамдар мен сусындар ұсынылатын этно-фудкорттар, қол өнер шеберлерінен шеберлік сабақтары, аниматорлары бар балалар аймағы күтетін болады. Билеттерді sходим.com сайтынан сатып алыңыз. Біз жауабымызды ары қарай жалғастырамыз. Бізде кезекті эксперттік бөлім және Жәнібек мырза. Бүгінгі тақырып менің ойымша еркектерді ұрғашылардан бөліп жинау ма? Ол не үшін қалай жинаймыз барлығын түсіндіріп кетеді. Қонақта блогерлер және біздің ағаларымыз. Қашаннан бері қонақта? Өлі бүгін айтқысы келді. Тыңдайтын. Өлі көрермен. Ассалаумалейкум. Құрметті достар, құрметті инфлюенсерлер, отағалары. Бүгін тағы да маңызды тақырып. Біз біріншіден жалпы молодняк дейді ғой, тоқтыларды бөлу керекпіз. Екіншіден ұрғашы мен еркекті бір-бірінен ажыратып, екі топ қылып ұстау керекпіз. Сол неліктен жасалынады, қандай әсер береді, соны бәрін түсіндіріп беремін. Соның бәрін үйде біліп келіңдер. Иә, кітаптан. Мейсін нормально соны бірінші қасы. Үй тапсырмасы дейсің. Иә, негізі өте андай маңызды болғанымен простой ақпарат. Не үшін керек молодняктар бөлу? Кім біледі? Неге өздері шешелерімен жүре бермейді? Ол қызғып дей ма, сондай ма или че? Жоқ, вообще жастарды, тоқтыларды шешелерінен неге ажырату керек? Үйрену үшін. Үйрену үшін мысалы шешелер ет алу керек. Что в будущем тағы да қашу үшін. Тамақ үшін. Тамаққа жем беріп отыру үшін, білу үшін қанша беру керек. Өмір ондай күшті емес, өмірдің өзінің сосын сынақтары бар екен көрсету үшін. Әдеттегідей сұрақтарыңыз, жауаптарыңыз бәрі дұрыс. Қошамдықты қояйық сіздерге. Үшеуміз бүйтіп қойық та. Раз, два, три, алға! Мен қорытындысын шығарып берейін. Раз, два, три, алға! Шешелер қазір олар көкке шықты ғой. Күй жинап алу керек, сосын келесі рет қашуға дайын болу керек. Сондықтан бұлар еміп жатыр ғой. Бүкіл несін витамин, энергия. Сондықтан мамасына денсаулық беру үшін бөлеміз. Екіншіден, бұл тоқтылардың жастары 5 айға жақындап қалды. Ал зоотехникалық принциптер бойынша осы ұсақ мал 5 айға жеткеннен кейін шешелерін ажырау керек. Заңдылық. Иә, заңдылық. Қазір неге ұрғаш еркек қып білейін деп отырық? Ол айтып өтем. Бұл жерде мен тағы бір нақтылап кеткім келіп жатқан дүние, адамдардың сүттен ажырауғасына өтеп сөйлей алмайқсың. Ажырау сияқты. Иә, соған келеді екен, өйткені шынымен де емізулі аналардың күші энергиясы жоқ болып кетеді ғой емізу уақытында. Әлсіз болады, көп процедураға алмайды сосын емізулі аналарда, өйткені көп процедурада витамин жеткіліксіздігі деген. Все жаман, әлсіз жаман. Иммунитеттер төмен болады деген, сосын уақыты келген кезде шығару керек болған. Сен наоборот сүт еміп жүрсің ғой, сен наоборот күшті болуың керек. Мен өзім туралы бір қызық факт айтайын. Бүгін маған 5. Мен өзім туралы бір қызық факт айтайын. Осы еміз туралы. Мен анам емізбеген. Бірақ анам болған ғой, бар ғой. Мені
туған жеңгем емізген ғой, прикинь. Сенің сүт анаң болады онда ол. Иә. Болашақта ол, оказывается, сенің анаң болып жазылып кетеді екен. Қойшы? Иә. Бәсе мама деп жазып қойды менде телефон болса. А мен мамам бизнес деп кетіп қалған ғой. Ана жақта соның баласы болып саналасың. Жоқ, мамам ақша беріп өсірді ғой, нормально. Әрі қарай? Екеуіне жылататын история екен. Жоқ, нормально өсірді. Онша қатты аласа бермеймін ол семьямен ше, негізі. Анау дұрыс, который емізген. Да, сүт вкуснее был. Ал кеттік. Иә. Және сататын науқан жақындап келе жатыр, құрбан айт келе жатыр. Соған қарсы бөліп сатамыз. Тамаша. Аналар сатыла ма? Жоқ, вообще жалпы айтып тұр. Неге ажырайды, соны айтып жатыр. А, все. Неге? Не себепти? Иә, 5 айда ажыратасыздар. Содан кейін сол күндері бір аптаның ішінде сатып біту керек. Себебі тоқтылардың күйі бірден түсіп кетеді. Бір айдың ішінде 3-4-5 килограммға дейін салмақ жоғалтуы мүмкін. Ал бұл кішкентай жануарларға 3-5 килограмм деген это практически майының, құйрығының бәрін етін жоғалтады. Содан кейін өз қалпына келтіру үшін 2 ай бордақылап ұстау керек. Жем беріп, шөп беріп. Енді біз істейміз, сатамыз өсіңдер? Бұларды әлі сатпаймыз, бұларды бөліп бордақылаймыз, бордақылап қана парып сатамыз. Бордаққа деген ол не? Ол жемге, жем беру, жемге тұрғызу, және бордақланғаннан кейін енді майы көбейеді ғой, салмағы да көбейеді. Сондықтан ертең оларды сатқан кезде қымбатырақ сату. Сол салмақта көп салмақта сату деген сөз. Тамаша. Бірінші сұрақ бойынша мен болдым, ал екінші мәселе ол неге ұрғашы мен еркекті бөлу керек. Қазір бұлар бой жетіп жатыр деуге болады. Гормональная перестройка уже, мысалы... 5 айда олар уже подросток болады, сонда получается, иә? Адамдар подросток болады. Ұрғашылар қашып кетуі мүмкін, еркектері қашырталады. Бәсе жаңа бір-бірімізді шыққан мен кішкентай бала ойнаматыр ғой деп қоямын ғой. Бәсе мен. Жоқ, шын жаңа. Енді шіри ондай кішкентай емес, мысалы адамның жасымен салыстырғанда олар 12-13 жасқа келгендей. 13-те ота өсті дейді ғой. Иә. Сондықтан бір-бірімен бөлу керек. Бөлмесек бұлар қашып кетеді. Барлығы 1-2 қошқардан туылған. Бір-біріне бәрі туысқан. Иә. Братья, сестры. Короче, нельзя. Мутанттар пайда болды. Нельзя, чтобы они... Майдаланады бірінші очередь. Майдаланып кетеді. Сонда мысалы, мыналардың тірі салмақтары 15 килограмм болса, уже андай близкородственный скрещиваниеден кейін 10-11 килограмм болады. Поворот не туда деген кинодағыдай ғой. Сіз дұрыс айттыңыз, Дәке, неше түрлі, всегда дұрыс айтасыз, неше түрлі аурулар пайда болуы мүмкін. Табиғаттың заңдылығы бойынша болмайды ғой ол, иә? Болмайды. Бір-біріне туыс. Вообще, бүкіл заңдар бойынша болмайды. Тамаша. Тойлар атмена! Айтсе керемет. Тағы да бір маңызды мәселе, қалай белгілейміз? Қалай анықтаймыз, кім ұрғашы? Көтенінен. Бұлай қарасаңыздар, енді үлкен қошқарлардың кіндік жағынан бүйтіп салбырап тұрады, көзбен байқауға болады. А бұлар жас болғаннан кейін ештеңке салбырап тұрған жоқ. Сондықтан бұлай көзбен анықтауға мүмкін емес. Қазір біз барлығымыз тасынан ұстап анықтаймыз. Тамаша. А сұрай салсақ өзінен. Білмеймін, олар жауап береді. Көрейік па? Иә, кірейік жүріңіздер. Жүріңіздер. Ас ұстап көрейік. Құрметті блогерлер, ағалар, Жәнібек мырза, кіріңіздер, ұстап көріңіздер, айтып көріңіздер, ұл ма екен, қыз ба екен, соны шешіңіздер. Операторлар мырзалар, сіздер де кіріңіздер, бәріңізге есік ашық аға. Жылда қойдың ең қымбат болатын мезгілі, ол неше түрлі айт, құрбан айт және басқа мейрамдар, және қысқы уақыт. Қыста Қазақстанда мал болмайды, сондықтан сізде мысалы қаңтар, ақпан айында 5 айлық осындай керемет күйі бар тоқтылар болса, оларды 2 есе қымбатқа сатуға болады. Көрдіңіз бе? Ал енді көрейік мына тоқтыдан. Стазым бұл жаман екен, тасы бар екен. Стап көріңіздер. Прикольно, көрейік та? Мен сеніп тұрмын сізге.
бірақ ішіне түспеген әлі тастар. Анада не? Кән. Башы, Бар екен Мауыр тасы. башы. Тасы бар екен. мауыр башы, мынау еркек. Все, тасынан белгіледік, енді Енді қайтадан ұстап көрейік для кайфа десе. Для себя. Да. Ал қай уақытта бөлмеуге болады? Жауап бере аласыздар ма? Бөлмеуге Иә, болады? қандай әдістер бар бөлмеу үшін? Жоқ, Иә, дұрыс айтасыз. қысайды? Піштау керек, иә. Піштіру керек па? Иә, піштіретін екі жол бар. Біріншіден кесіп тастауға болады, бірақ жазда осындай жылы мезгілде кесіп тастасаңыз, ол құрттап, в общем, Жаман болады. иә, проблема создавать етеді. Екінші әдіс ол, короче, резинка. Специально пистолет бар, кішкентай резинка, сөйтіп бүйтіп саласыз тасына. Ашып қалғаннан кейін резинка қысып қалады да, где-то 3-4 күннен кейін, может, бір аптаның ішінде түсіп қалады өзі. Сонда бәлең бәрі еркектерден болып тұр ғой, я? Получается, да. Да. Сол Проблем вы создаете. Жалпы күйі жақсы иә бәрдің, иә? өте керемет. Анау құйрықтары Сүтті нелер ғой, тоқтылар. Шешелердің ең болады, қараңыздар, құйрықтар қандай керемет. Нарықта ең қымбат осындай. Ну, жақсы екен, мәс тағы ма? Очень хорошо. Давай. Амана, прикольно екен. Иә. Силикон сияқты ма? Мына қараңыздар, мына құйрықты. Имплант сияқты ма? Амана құйрығы вообще кәдімгі салбырап жүр екен. Иә, керемет. Ойбай. Мынау Еділбай деген, вот, Еділбай асырасаңыздар, құйрықтар осындай керемет болады. Спасибо. Сами, Мен күнде пожалуйста. ұстап жүрмін. Прикольно, Иә. Құйрығы жоқтар? Құйрығы жоқтарда жақсы болады, негізі. Мысалы, южноафриканский порода бар. Атын ұмытып кеттім. Олардың адамдарында құйрық бар десе. Иә, в общем. Иә. Бірнеше Сабира Жарасқызы, 4 баланың анасы. Зато природа щедро наградила девушек. Енді нағара бір-бірісі шауып отыр. Нағара шауып тұр. Мына бала уже Қашқаннан. туысқан не қып деп тұрған жоқ. Қарындасым ғой деп тұрған жоқ қой біреу ше. Битсе, дәке бұрыл, қумаш, симай тұр қой десе. Анаңғара. Екеуіне қарасай. Симай тұрғанда емес, анаңғара. Симай тур, қорқып тур, просто они хотят туда перейти. Если вы отойдете, нормально. Кесін оңғанды жаман. Иә? Болды, все, давайте. Тамаша. Жалпы осы жерде бәрі Орекеңнің тоқтылары ғой, тоқты деп айта берсек болады ғой. Тамаша күйлері өте керемет деген, ертең сатқан кезде біраз ақшаға кетсін, қымбатырақ кетсін. Жалпы барлығы жақсы бір ақша пайда алып келсін деген ниетте бір шабыл құрып қойды. Тамаша. Бәріне сәлем, құрметті біздің көрермендеріміз. Бізде кезекті блогерлік сайыс, осы жолы енді Сабиркин таңдаған сайыс, қамыр жаю деп аталады. Бұл сайыс енді Дәкеге қиын болайын деп тұрмын. На войне все оружие хороши. Дәке бірден бүгінгі біздің сайысымыздың жеңімпазын анықтайтын Мақпал апамыз. Взятка кетті. Қазір жеңімпазды анықтаймыз. Бізге 10 минуттан сіздерге уақыт беріледі. Сол 10 минуттың ішінде осы қамырды қаншалықты кім әдемі жаяды соған қарап отырасыз ғой. 10 минут өздері жайып алсын, ұндарын, пұндарын береміз. Енді жалпы қамыр жаюда Мақпал апа қандай не нәрсеге көп мән беру керек? Мынау ең бастысы деп айтатын ақыл кеңесіңіз бар ма осы кісілерге? Енді ол үшін мына қамырдың жақсы болып иленуіне байланысты негізі. Тұзыменен. Ол қамырдың ие қанбаса қанша жерден жаға жайғанмен де шеті дұрыс болмайды. О бастан қамырдың өзіне байланысты. Қамырды жақсылап иелеп, тындырып, сөйтіп жаясын. Сол. Неше жасыңыздан бастап қамырды илеуді білесіз апа? Мен енді өзім 55-те бастадым деңізші. 20 жыл ата-ененің қолында болдым. Енемді өзі пысық болатын. Мен өзім жастайымнан көп не қылғам жоқ, қазан табақ араласқам жоқ. Әкем мал бағатын еді, сол малменен жүрдім көбіне. Малдың жайын әлі күнге шейін. Білесіз. Бір-екі қойларым бар, бұзауым бар, ең аз тауығым шейін, естің алды итке шейін бәрі маған қарап тұрады. Менің дауысым шықса маған қарап тұрады, малменен. Ал енді сол өзім енді жаңа бала шағалы болғасын басыма түскесін, әйтеуір
наным күйік болса да, қисық болса да, қамырым жыртық болса да, соныменен бала шағамның көжесін былғап келе жатырмын. Жаман емес, біреуден ilgili, біреуден кейін дегендей. Тамаша. Енді бүгінгі қатысушыларымызда біреуден ilgili, біреуден кейін болып Я ilgari кім екен біліп отырмыз. Бірінші, екінші, үшінші орын дегенде өзіңіз бөліп бересіз ғой. Кім екен біліп отырмыз. Әділ қаз болу өз қолыңызда. Ал біздің қатысушыларымыз дайын болса, Апа мен бір чет син деп жатырмын. кеттік ал. Болмайды, начинай. Уақыт берілді. Ойбай. Сіз асықпай отырып, Достар, мен бүгінге жетем деп ойламадым, бірақ мен қалай ыңғайлы солай. не істеп тұрмын уже. Енді бұл жерде әділ бірінші, екінші, үшінші орынды беріңдеңіз. Бұл кісілер апта сайын жарысып жүр, сондықтан Үстінен себетін. жаңағы сіз үшінші орын Сен қалай берсеңіз сөйтіп де, мен сенен қарап істеймін. Риза бәрі де. екінші орын берсеңіз де риза. Сабираға қарап істеймін. Әділ болсаңыз болды әйтеуір. Сәбираға қарап істеңдер, Сәбира. Міне, Сәбираға бір қарап. Сәбираға, сен бе Сәбира? Мен бірінші қамырды есімде жоқ қалай жайғанымды. Ең бірінші жайған кезде алақалым зылдаған деп. Анау батырасың ғой қолыңды. Қолыңды илегенмен тең ғой. Қолыңды былай илегенмен тең ғой. Ағашпен. Кәдімгі қып-қызыл болып зылдайды деп. Белің ауырады, мойның ауырады ана жерде. Талып быт-шыт боласың кәдімгідей. Иә да, бір қамыр жайым кәдімгі көп жаясың. Кәдімгі күш керек қамыр жаюға. Апа, мына дәке балаңызға бірінші рет өмірінде істеп жатыр бір-екі нәрсені айтып жіберсеңіз болады, әрі қарай өзі істейді. Қолмен көрсетіп керек емес. Дұрыс келеді ма, апа? Дұрыс. Дұрыс келетін ғой. Сендер молодец қой, күшті істеп жатсыңдар. Мен осылай жасайтын едім баяғыда маған. Дұрыс па, апа? Мен байшет түсінбегенге ұн сеуіп қоятын бар еді. Білмеймін, сеуіп қойсақ та. Апа, ұн көп болса андай жыртылып кете ма или наоборот па? Жабыспай, жабысып қалады да, ұн аз болса. Домалақ қып істеңдер, домалақ. Нан деген домалақ болады негізі. Қамыр илеуді маған үйретпей ақ қойыңдаршы. мен байше мен түсінбегенге, істемегенге Көрсетпесем бола ма? Көрсетпесем болмайды? Болмайды, апа. Болмайды ол. Не, соңында шешімін айтасыз деп Апа, мына жақтарға бір қарап келіп көріп көріңіз. Көріп тұрмын. мен байше блин қазір есентай болса қасымда есентай күшті елейді. Честно признаюсь, мен қамыр жаймаймын. Мен қамыр жаймаймын. Просто мен үйдің ерке қызы, ерке келіні, маған мен осы 3 жыл уже болды келін болып жүргеніме ешқашан қамыр жайғызбапты. Ешқашан. Білмеймін. Не осуждаем, не выслушаем, не осуждаем. Айтып жүрсеңіз болады, бірақ көрсетпеймін. Сен қамыр үлкенде ғой деймін, Не істейді? Айтыңдар. Жая бер енді, ана бала құсап, жая бер. Жая берейін ба, болды ма? Жая бер. Мына Сәбира құсап, төңірегіне қарап, оқтауға көріп алып. Сәбира мен тек саған қарап отырмын. Иә, қарай бер. Сендерден үйренбесем кімнен үйренемін? Бұл жеріне Сәбиркин... Енді андай домалақ беремейін ба? Любой жерінен ба? Оқтауға орайсың еді, оқтауға орай бер. Мына күшті істеп оқтауға орап. Енді жай. Асықпаймыз, қайдасыз? Әлі 10 минуттарыңыз бар. 10 минуттың ішінде тонкий қып істеп беремін сендерге. Кішкене ұн сөйле. Мен мамамдікіне ұқсап кетіп отыр Сәбиркин. Осындай отырыстар сағыным. Мына жер тамақ болып қойған ғой. Жайлап бүйтіп ұзынаған. Анда мен кезетін барады ғой дейді. Құшақпен, иә? Мантыны ма? Шашымды жинау керек. Ше деген. Жоқ, әлі ерте сияқты деген. Кішкене асты жағын жұқалатып алсай. Сәбиркин сен Дәуіт аға қамыр илеуді айырат сияқты ғой. Мен неше? Үлкен жатыр. Дәуіт аға поддержка беріп отыр ма? Жай, жас. Бұлай ма? Кішкене. Ұн сеп. Бірінші жақта тау жоқ, бірақ тау болып баратын келіндері бар да қойсыз ба, Оқтауға орап, кішкене, оқтауға орап. Ортасында екі жағына қарай. Бәлде?
Солай орайсың ба? Екі қолыңмен. Міне көрдің ба? Осылай орайсың ғой, мына жер босап кетпеу керек. Түсіндің ба? Ана қызға қара, ана. Полностью орайсың. Мен түсініп жатқан жоқпын. Ана қара, ана қара. Көрдің ба? Сен босат жер атсың ортасын. Да? Асықпа. Мен вообще елеу білмеймін. Аштың ғой. Орадың ғой. Осылай ма или наоборот жайын ба? Қаппасы до конца бүйтпейді. Осылай ма? Мына жер көрдің ба? Мына жер бос болып кетті өшсе. Мына жағы кішкене қалыңдау, мына жағы қазір бірінші орап неге ауықтауыңыз сол жағын орай. Полностью оралып. Қалың жағын ала ма? Сол шетіне айналдырып ет дөңгеленіп келе бер. Дәкеңдің көрінбейді. Дәке күшті істеп жатыр, не болса да. Тіпіліме мына. Дәке ана жағы рилс-пилстарын кесіп аласыңдар ғой ана. Менің жайған қамырымдай болды, мына қыздың жайған қамыры. Иә, менің папам жайғандай болып жатыр. Сүйсініп жатсыз ба? Иә, сүйсініп жатырмын, сүйсініп. Дәке, давай екеуміз ауыз салайық. Атам мынау позор болып отыр десең. Енді орай бер боқтауыңа. Енді орай бер. Иә, апамыз да өте жақсы, сондай көрініп тұр энергетикасы ұнады апаның өте сондай көрініп тұр мейірімді. Сондай болады ғой андай апалар көрген апалар болады. Біраз өмірді көрген, дана апалар сондай апа. Түсіндіріп ақылын айтып, жастардың жаңағыдай әзілдеріне бүйтіп әдемі жауап беріп отыр дегенші. Қалыңдау жағын ұрып не қылып. Елеме қамыр күшке сала берме, күшке салсаң мынандай арасында жерік пайда болады. Енді сен де былай қарай не қыл қамырыңды. Сөйтіп дөңгелентіп кезегіне. Бір жақта тау жоқ, бірақ тау болып баратын блогерлері бар. Ана күшке салсаң мынандай жерік түседі да, сонда жерік түспесін. Сендерге тәнті болып отырмын. Бір жақта нан жоқ, бірақ нан илейтін блогерлері бар болып тұр. Кеше үйреніп алу керек еді үйде. Апай қалай отыр негізі? Жақсы. Жақсы істеп жатсың сен. Жақсы. Мен вообще түсініп жатқан жоқпын. Иә, кеше түнде кімге үйде бір дайындалатындай еді. Мен деген андай уже жеңілетінімді білдім да, сосын жарайды дедім. Немқұрайлық. Қамыр жаюды білмеймін ғой, бірақ жеңшелерімнен білемін, әйтеуір бірақ жеңгем маған сайыстың алдында бір көрсетті андай, ортасын емес, жанға қарай бүйтіп, жанға қарай кет, жанға қарай деген сияқты, жанға қарай істесең күштірек жайылады деген сияқты. Мен сол формуланы істедім, и бір көзім қырымен Сабиркиннің істеп жатқан қарап тұрдым. Ол жаңа жинап жатса, мен де жинап жасаваттым. Ашып былай істеп жатса, мен де былай істеп, бұла жағымен істеп жаттым деген сияқты. Мен қорқып жатырмын, тесіліп кете ма бірдеңке болып. Тесілмейді. Қамыр тесілмейді. Уақыт қанша болды, достар? Қанған жақсы. Қанша? Бұлай айналдырып жіберіп, мұны яғын қалыңдау жағын орай бір оқтауыңа. Молодцы, достар. Дәке зор ұятсыз. Иә, вообще дәке сен күшті сөйткенсің. Болды ма, Разия өстіп үлкете бересің, домалақ болғанша. Разия енді түсініп жатыр. Иә, мен енді түсіндім. Қанша уақытымыз бар еді? Уже 2 минут қалды деп айттыңдар, иә? 2 минут па? Көріп тұр. Уайымдамаңыздар әлі, уақыт бар екен. Мен енді түсініп отырмын. 3-4 минуттарыңыз бар. Сабиркин ГВК бітіп салатты бастай береді сияқты. Жоқ, ішіне не салып ше, мантис. Сөйтіп дөңгелентіп шыға бер. Мен енем көріп отырса ренжімеңізші пожалуйста. Ұмба апа? Иә, ұмса. Енең ерке келіні болғансың ғой өзің, Иә, мен ерке келінім өте атты. Менің де енем нанды күшті үйлеп, күшті жаятын, керемет болатын. Бұрқ өткізетін 2 жайым қамыр дегенде. Қалай істеп отырсыңдар? Айтыңыз. Иә, айтыңыз. Жиырған жас. Сөйтіп қой. Ортадан жектіріп, екі шетінен бүйтіп күшпенен бар. Ортасында Мен қамыр кішкене. шын айтамын, мен қамырым басқаша болып тұр. Енді бас. Қолыңды былай істер. Шетіне демін. Қолын орап алыр. Міне, Разия. Міне, қара, осылай істедің ғой, ә? Бидесің. Орап алам, сосын бар па? Жая бересің ғой, ортасындағы бәрі. Я не понимаю. Түсіндің ба?
потеря болып қалдым. Мына қалай жаятын еді. Қап-қатты ғой. Сосын қаттырақ Дәуіт аға толқындатшы жоқ болды да. Дәуіт аға, бүйтіп істесе, айтып тұр да маған. Просто бір құлағымнан кіріп, екінші құлағымнан шығып атты. Себебі андай, екінші орын алсан да, үшінші орын алсан да, сенен по-любому қоя алады. Мен не үшін стараться етем екінші орынға дейтін ой болды да менде. Міне қарашы, міне, қара. Разия қара. Сабира, давай мен сенен үйренбесем. Идеально орады, бит-бит кетіп жатыр. Былай қарай төңкіре сал болмаса. Мен де істеуге көт. Сабира, тағы көрсетші. Сам қарауым салаттай бір. Міне қара, сен Разия бір қарабашы. Қарашы, қалай идеально оралады полностью. Мына жерлер бос емес көрдің ба? Прям полностью оралады. Тартып тұрып орайсың ғой. Қара, енді, қара, мына жерін қара сен. Міне, көрдің ба? Оның шетіне шықтыр да сен қамыры. Ой, дәке үйреніп алды ғой мынау. Неге оқтауға сыймай жатқан Айтпай, жақсы. Бізде үлкен оқтау бар. Төңірегін шеттен Кеңінді аламын деп тұрмын өзіме. дөңгелентіп ала бер. Дөңгелентіп ала бер. Майопкаға шықкенде дәкеге тапсыратын болды қамыр. Менікі болмай отыр көрсін. Құнар жобасы жалпы не көрсетпеді маған, жалпы сиырдың атын аратты, қызды қойдыра көрді, қамырдыра көрді. Жалпы Құнар проектісі өміріме бір күшті бір тәжірибе алып берді негізі. Сәверген қасында тұра берген деп тұрмақ қамырға. Әрине апа, мен намыстанып тұрған жоқпын. Мен жалпы отбасым үшін до конца деп тұрмақ па. До конца. Қамыр жайға киіс те ауырады, белі ауырады екен. Мүмкін мен дұрыс емес тұрғандықтан шығар. Мүмкін өзім бір удобный несі бар шығар, позасы бар шығар, точкасы жеңгелеріміз білетін. Мен жаңа бүйтіп істеген кезде кішкене болды. Қиын екен ғой жеңгелерімізге деп ше. 4-5 зуала жаяды ғой, 5-6 зуала қиын екен ғой деп қалам. Өнер деген көпті бітпейді. Әрине. Қазір біздің қазақта қонақ келгенде ет жасайсың ғой. Апаны мен оқтау бітті. Иә. Бітті айналдырған сен таусылып қалатын көрдіңіз ба? Айналдырып оқтау кішкентай екен. Со етті табақты өзінің жік-жігіменен жасай алмайтын да кісілер бар. Иә. Әр сүйектің Мен басуға қорқып отырмын. Қорқпа. Ойбай, мынау деген. Ювилер болды, ювилер дәке. Да, қатты олма. Шет жағын байқаймын. Менікі ювелирдің юғы да жоқ болып тұр. Жаңа бастайын оқтау, да? Иә, мына жер әдем болған сияқты деп ауыстырып жүрсең. Қай жеріне бастайын апа? Мына жағылыңды ой, әйбәт. Нормально ма? Негізі екеуің бар ма? болып келатыр, иә. Соңғы 15 секунд. Жарайды мен, не, нормально? Любойда дайын болып тұр. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Құрметті қатысушылар, болды. Қамырларыңызды бір ашып қойыңыздар, оқтауларыңыз қасына әдемілеп қойыңыздар. Нормально. Енді Жамет, бочынша қайда болдың? Мен түс көріп аттым, сен қам Сен елеп аттың. поддержкаң керек еді маған. Апа, енді асықпай бір-бірден бағасын бере берсеңіз болады. Әзірге айтпаңыз. Мынау 3-2-1 деп айтпаңыз. Әзірге тек Бізде, қана... кстати, мынау сайыста 2 қой алады ғой. Неге? Мен келіскен жоқпын деп. Жоқ, айтты ғой блогерский сайыста. Сен заранее айтып қойшы. Сондай ма? Онда менің конкурсым қол көресіз. Жоқ, былай айтты ғой, сенен именен бір-бір қойдан қалады. Иә, оған келіссек, онда мен өз задайымды айтамын. Дұрыс па? Жарысайық онда дедім де, жарысқанда ұтылатын білесің ғой. Хотя бы тырысып көрейік енді, қолына бір нәрсе келетін бала жасағандай көрейік дедім де. Сондай болды. Енді еш өкінбеймін, себебі келесі шығарылымдарда бұйырса менің сайыстарымда кездескенше деп айта аламын Сайберкен мен Разияға. И Разия да солай айтады менің сайысымда кездескенше. Апамыз айтып шықсыңыз, қалай сізге мына қамыр күшті ұнады, иә? Дұрыс па, осы дұрыс па? Ең күшті. Күшті, иә, кем жоқ. Сабира. Так, ары қарай. Жалпы. Енді ұл бала ғой, ана баланыкі де күшті. Дәке молодец. Дәке вообще күшті. Өмірінде бірінші рет қамыр жасап тұр. Өйтіп біз менде де жігіт болған бала бар, өйтіп нан жаймақ түгіл, ана пісіп тұрған қамырды салып та жей алмай төгіп шашып. Жұқалып тұр. Вообще күшті. Бірінші қамырдың иі де қанған. Дәкенің қамыр жайғанына өте қатты таң қалдым. Вообще молодец деп ойлаймын мен.
бірінші жайған қамыр үшін өте күшті деп ойлаймын. Енді мына бала бұл кішкене енді өзі қысылды. Бірақ енді жаңағы шешен сөйлей шешен болады. Көре көсем болады. Көре көсем болады деп әлі қалай неге қосыласың, алып шығасың болады. Қатардан қалмағаның дұрыс. Мама, привет! Блин, мен айтайын сіздерге. Сиыр саудық қой. Айта берген дейді соны. Просто сиыр сауған кезде менің мамам, енем, соны статусына салып қойған. Қазір қамыр жайды точно салмайды. Статусына ешқай WhatsApp-қа бүкіл жерге статусқа салған мен сиыр сауған кезде. Апа, бірден орындар айтып салайын. Апа, енді бірінші орынды кімге деп отыр? Шаба беріңіздер енді. Бірінші орынды. Шаба бересін. Енді бірінші орын ана... Бірінші орын Сабиркин алды. Көзге көрініп тұр енді. Апа, 12 жылдық келін ғой енді. Дұрыс, несі бар екен, дұрыс. Енді сонан кейін енді ұл бала, мына баланікі де кемсі емес, бұныкі екінші орын жақсы болады. Және үшінші орын. Қамыр жаю. Қамыр жаю өте жақсы сайыс деп. Мен ойлап тапқан сайыс қамыр жаю. Негіз қамыр жайым былай ол сайысты таңдаймын деп ойлаған жоқпын. Енді мен видеода айтқандай айырам дедім, айырып бердім еді деп ойлаймын, достойны. Енді өзім жасай алатын дүниеме сенімдімін. Разия алды. Еңбек бағалы. Біліп тұрдым үшінші орын екен. Мақпал апамызға бір жабау ұрып қойыңыздар, тамаша. Рахмет. Жүз жасаңыз. Немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіз. Айтқаныңыз келсін. Үйдің іші жанға сырты малға толы болсын. Айтқаның келсін, әумин. Сөйтіп, немерелеріңіздің саны неше өт деп шатасатындай көп болсын. Дұрыс. Енді біз бірге бір бата беріп жіберіңіз бізге. Мақпал апамға бір бата болсын. Сайысымызды аяқтайық. Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын. Ата баба жар болып қадір атам қолдасын. Талаптарыңызға нұр жаусын, талаптарыңыз оң болсын, бөсіп өніп, бала шағалы болып, осындай жарыстардан қалмай, аман есен жүре берейік. Тағы да сәлем, құрметті біздің көрермендеріміз. Кезекті шығарылымның нәтижесін айтуға, талқылауға осы жерге жиналдық. Алдыңғы шығарылымда білесіздер, бір-бірлеріңізге сәл болсын жақындап, бір-бірлеріңізге фора беріп, бәке алдыңғы аптада ойбай. Енді бір есептеп, тағы да естеріңізге салып кетейін, қанша қой екендеріңізді. Бізде Сабиркинде 57 қой, Разияда 59 қой, және Дәкеде 65 қой. Тамаша. Осы шығарында бізде екі сайыс болды, біреу отбасылық, біреу блогерлік. Блогерлік сайысқа білесіздер, бірінші орын алған, екінші мен үшінші орыннан бір-бір қойдан алады. Ал отбасылық кәдімгі бірінші орын алған, үшінші орыннан алады. Сонда былай қарасаң, блогерлік сайыстан ешқандай пайда жоқ па негізіне? Егер былай қарасаң, логика жағынан қарасаң, ұтсаң. Өйткені мысалы, Сабиркин өзіне ыңғайлы конкурс жасады да, ол ұтты, соответственно. Қазір мен өзіме ыңғайлы конкурстан да мен де ұтамын. Разия да өзіне ыңғайлы жасады. Бұл үш шығарылым бойы ешқандай пайда жоқ деп ойлаймын да. А вдруг вот сенің конкурсынан, например, мен ұтып кетемін, или вдруг сенің конкурсынан Сабир ұтып кетемін. Мен қалай жасаймын? А вдруг сенен күшті жасап кетемін, сен білмейсің ғой. Ну давайте көрейік, турникқа тартылып. Деген сияқты, турникқа вдруг тартылып кетемін. Қол күресіп көрейік деп жүгіріп. Ондай варианттар болмайды уже. Ол кезде негізі мен блогерлік осындай сайыста кішігірім сенсация болады деп ойлаймын. Келесі екі сайыстың біреуінде. Енді келесі өткен жерде бірақ логика жоқ болып тұр ғой. Дәке мен Разияның сайыстарынан көреміз, енді өздері ұтып шыға ма, немесе басқа біреу ұтып сенсация жасай ма, енді ары қарай жылжимыз. Бізде осы шығарылымда бірінші сайысымыз крокодил ойыны бар еді. Бағанағы дыбыссыз, сөзсіз түсіндіру, сосын қанша сөз табады, соншалықты ұпай алады деген. Әр қатысушыға 30 секундтан сөйтіп 4 отбасынан 3 адам және инфлюенсерлер қатысқан болған. Және сол сайыстың нәтижесін бірден айтып кетейін. Бізде 12 ұпай жинаған Дәкенің отбасысы, 12 ұпай, 5, 3, 4 сияқты сондай бір сандар жинап, әйтеуір 12 ұпайға жетті. Және өкінішке орай Дәке сол жарыста 3-ші орын алып қалды. Екінші орын алған бізде 13 ұпаймен Разияның отбасысы. Және бірінші орынды алған, және бірінші болып бастаған әр отбасының мүшесі 4 сөзден тапты. Мен сол жағынан қайран қалдым деген қалайсың. Сөйтіп 16 ұпай жинағыңыздар, 16 ұпай, және Сабиркиннің отбасы бірінші орын алды. Енді осы сайыстан кейін бірден
қойларды былай жіберейік енді. Қазір бізде Разияда 59 болып тұр, ол 59 болып қалады екінші орын алған үшін. Сәбиркинде 57 еді, 58 болды. Дәкеде 64-ке азайды. Сонда 58, 59, 64 болып тұр. Ал енді екінші сайысымызға, Сәбиркиннің сайысына көшейік. Бұл жерде қамыр илеу сайысы. Бірінші орын алған, екінші және үшінші орын алғаннан бір қойдан алады. Енді бізге көмектескен Мақпал апамызға көп алғысымызды білдіреміз. Және сол сайыста ешқандай интригасы жеңіске жеткен Сәбиркинді құттықтап қоямыз. Және Дәкенің тырысқанына мен өзім лайк басып қойдым. Мен де лайк басып. Қамырды, Бәріміз лайк басып. Комментарий қалдық. Екінші орын алды еще сол жарыста. Егер жаңағы қой бермеу деген нәрсе болып қалған кезде Дәке ұтылмайтын еді. Және үшінші орында Разия алды. Осындай қамыр илеу деген, қамыр жаю деген сайысымыз аяқталды. Енді сен қамырды жаман жайсаң да шашыңды күшті жаясың деп. Соған мәз болып жүр әйтеуір. және сол сайыстан енді бір қойдан Сәбиркин алды, 58 еді, 60 болдық Сәбиркин. 60-қа жеттік. Разия 59 едік, 58-ге азайдық. Нормально. 58, 60 және Дәкеннің отбасынан бір қой азайды, 63. Қазір болып тұрған бізде Разияның отбасы 58, Сәбиркиннің отбасы 60 және Дәкеннің отбасы 63 қой. 2 және 3 қой арасында араларыңызда сондай болып тұр. Тамаша, осымен біздің шығарылымыз аяқталды. Егер айтатын нәрселеріңіз болса, айтып қалсаңыздар болады. Қазіргі 58, 60, 63 болып тұр. 58, 60, 63. Бірақ енді келесі сайыста, мысалы үшін, Дәке өзінің сайысында келсе, уже ол кезде Дәке 65-ке қайтадан сіздердің бағанағы ақсақ Бәрі мүмкін. нәрсе сол баяғы дейтін мақал есімнен шығып кеткен аузымнан. Сол жартас, баяғы жартас, сол жартас дегенге қайтып келеміз. Сондықтан келесі сайыстарда барынша Біз карточкамыз бар еді, ше? Иә. Соны қолданайық па, қашан қолданамыз деп ойлап отырық, ше? Оны отбасылық сайыста қолдансаңыздар болады, бағанағы. Сен екінші орын... Оны айтқан жоқ қой конкретно отбасылыққа или қайсысына деген. Оны айтылған жоқ па? Жоқ. Айтылған жоқ. Если нан илеуден біз қазір қолдансақ, Дәкеден 2 қой ала ма сонда? Оны ережесі қалай? Менен емес дейтін. Менен емес деген. Менен емес деген ғана ережеде, ол жерде екінші орын деген нәрсе жоқ еді. Оны қолдансаңыздар 61 болады, Дәкелер 62 болады, сендер 58 боласыңдар. 59. 59 болып қаласыңдар. Біз 60 боламыз. 60 болады. Біз 60 боламыз. 59, 60, 62 болады. Егер қолданам десеңіздер, бірден айтыңыздар, мына жерде есептеп алып, кейін шатаспашы. Типа менен емес деген бұл сайыста қолдана ма? Жалпы, отбасылық блогерлікті бөлінген жоқ қой, бөлінген. Мен типа итак бір қой беріп тұрмын ғой деген ғой. Итак бұл конкурста бір қой беріп тұрмын ғой. Тағы бір қой алып тұр деген сияқты ше. Ал лучше андай болған күшті еді, мен бірінші орын алып тұрған кезде бергенім күштірек еді, мен қазір 2 қой нефтен ұтылып тұрмын ғой. Хотя екінші орын алып тұрмын деген сияқты нәрсе ғой. Сен бірінші орын алған кезде несправедливо болды, например, менде. Мен бірінші орын алып тұрып, сен менен қой алып қойдың. Несправедливо. Просто мен жалпы 2 қой 2 жақтан алады деген нәрсе логикасына әлі түсіне алмай отырмын ше. Міне осындай кезде жақсы қолданып кеттім мысалы үшін. Құрметті қатысушылар, қазіргі мен қойлардың санын айтып шығайын. Сіздер карточканы қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма? Біз сол ойланып отырық, қолданайық па, қолданбайық па деп. Қолданамыз а? Біз қолдансақ Дәкеде 2 қой алады онда. Менен емес дегенді ма? Иә. Бірақ 2 қойлық сайыстар болып қалса? Мен білмей тұрмын осы, айтпай тұрмын. Ну типа ты в любом случае ты можешь использовать деген. Не сейчас ее просто мен жақын болып қалам да. Ұстап жүргеніңе хотя бы более-менее жақын болам да. Мен просто ертең 2 қойым туса мен қайтып кете беремін ары қарай дегенім ғой. Сен қойың 2 қойың тумауы да мүмкін. Мен білмеймін ғой, көшеден 2 қой алып бере саламын ғой, 2 қозы көп қой варианттар. Маникюр ма? Білейін, үйдегілер қалай айтады. Разия, сіздерге сұрақ. Қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма? Бірден шешіп тастайық осы жерде. Қолданасыздар ма? Қолданасыздар? Болды, қолданамыз, яғни... Ұзақ тұр бізде реально. Иә, ол баяғыда... Ешқандай нем жоқ, әңгіме қолдан дұрыс қой, өте дұрыс қой. Мен де қолдандым. Болды, ендеше қазіргі мен санды айтып шығайын, 59 Разияларда. 60, 62. 63. 62. Сен 63 63 болдың ғой жаңа? 60, 60, 58 болды. 2 болды ма қазір мен?
Сонда 2 қой разница ма? 59, 60, 62 ма? Иә. Июньнің соңына дейін онда 64 болсам, келесі шығарылымға дейін 64 болсам, мен өз конкурсым бар, 2-ін ұтсам 66 болам. Бұл жақтан уже минус бір қойдан қысқарады төмен қарай. Нормально. Күніне кепеш жоқ. Қазір 59, 60, 62. Осымен біздің шарымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, қай отбасыға жанкүйерсіздер, міндеттерді төменге жазып кетіңіздер. Енді қызық болып жатыр. 59, 60, 62 деген қойлар отыр бізде. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Құнар плюс жобасын көріп тұрыңыздар. Келесі отырыс, шайқас және көп төбелеске толы болады деп ойлаймын.